Сәлем достар, сіздермен Ақбота. Бүгін сіздермен блинный торт жасайтын боламыз. Ингредиенттері қолжетімді және өте дәмді болып шығады. Және де тез дайындалады. Бірге дайындаймыз. Бізге ол үшін жұмыртқа, тұз, ұн, какао порошок, күнбағыс майы қажет болады, сода қажет болады. Жұмыртқаға сүтімізге жұмыртқаны салып, қант, тұзымызды салып, майымызды салып, жақсылап венчикпен болмаса блендермен араластырып аламыз. Оның үстіне какао мен ұнымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ең соңында біз пищевой соданы қалдырамыз. Соданы ең соңында араластырамыз. Уже бізде процесс жүріп, осылай көпіре бастайды. Диаметрі 26 болмаса 24 сковороданы мен пайдаландым. 26, кажется. Сковородамызды ысытып, осылай біртіндеп блинімізді пісіріп алатын боламыз. Блиніміз біздің әп-әдемі болып осылай пісе береді. Дайын болған блинчиктарымызды қалаларыңызша крем ішіне жақсаңыздар болады. Сливкимен, болмаса творожный сырмен. Менде бүгін сметанный крем болатын болады. 20%-ық дәмді сметана таңдап алыңыздар, сонда торттың дәмі әдемі болып шығады. Сметана 20%-ық, ванилин, қант ұнтағы болмаса қант араластырамыз. Сметана, қант және ванилинді араластырып, осылай крем жасап алдық. Тортымызды жинадық. Біртіндеп осылай жинап алатын боламыз. Блинімізді қойып, үстіне қаймағымызды жағып, өздеріңіздің қалауларыңызша семдесеңіздер болады. Менде үйде болған осы облепиха және де арахистар болды. Мен арахисті қуырып алдым сковородада. Сөйтіп, үстін осылай оформлять еттім. Холодильникке 20 минутқа пропиткаға қойып қойыңыздар. Сонда әдемі болып пропитываться етіп тұратын болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, әрі тез, балалы шағаларыңызға да ұнайтынына міндетті түрде мен кепілдік беремін. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.